Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өткен сабақта біз электрондық пошта ашуды үйренген болатынбыз. Енді бүгін сол электрондық пошта арқылы достарымызға хат жіберуді және хатты қабылдауды үйренейік. Ол үшін өз электрондық поштамызға кіреміз. Өзіңнің электрондық поштаңа кірген соң, сендерде написать письмо деген бума тұрады. Сол буманы басайық. Көріп тұрғандарыңыздағыдай бізде терезе ашылады. Яғни кому деп тұрған өріске досымыздың электрондық поштасын таңдаймыз. Тема деген өріске тақырып жазамыз. Мысалға, сәлем. Келесі өрісте хатымызды жазуға болады. Мысалға, қалайсың? Мейірбек. Және осы жерге біз сурет таңдап қоймызға болады, немесе видеолар, немесе дайын, яғни Microsoft Word'да жазылған құжаттарды таңдауымызға болады. Яғни таңдалған суретті біз үлкейтіп, кішірейтіп, сәндеуімізге болады. Мына жерде прикрепить файл. Сендер көріп тұрсыңдар ма? Сендерге көріну үшін мен ерекшелеп қояйын. Осы батырманы басамыз. Яғни бұл батырманы басқан кезде сендер алдын ала жазылған хаттарды немесе құжаттарды жіберулеріне болады. Мысалға, 4-ші сынып. Жарайды. Бұл жерде 2-ші тоқсан информатика дейді. 5-ші сынып. Міне, мен мына бір құжатты жүктедім. Осы құжатты жіберуім үшін және сурет барға кету үшін тереземізде көрініп тұр. Егер біздің жіберетін хатымыз дайын болса, отправить батырмасын басамыз, немесе қосымша тағы да ақпараттар қосамын дейтін болсақ, сохранить батырмасын басамыз. Ол кезде біздің жасаған жұмысымыз автоматты түрде шимайлау, яғни черновики бумасына түседі. Осы черновики бумасын ашып көрейік. Міне, біздің жазған сәлем, қалайсың, Мейірбек деген хатымыз тұр. Енді осы хатты мен бір мезетте бірнеше досыма жібергім келіп тұр. Онда мен Мейірбек деген сөзді алып тастап, мен қалайсың, досым дейін. Қалайсың, досым деп жазып, Нұраян 2010 электрондық поштаның алдына жанама терезе арқылы өзімнің достарымды қосамын. Міне, мен 3 досымды таңдадым. Енді хатымды жібере берсем болады. Яғни мен отправить емес, отменить батырмасын басайын. Ал енді бізге келген хаттарды қай жерден көреміз? Сендерге көрініп тұр ма? Мына жерде входящие деген бума тұр. Осының ішінде бізге келген жаңа хаттың барлығы тұрады. Менде 176 жаңадан келген хаттар бар екен. Ал келесі бумалар бізде отправленные. Сіздің жіберген хаттарыңыз осы отправленные буманың ішінде тұрады. Ал черновики бумасында шимайлау сіздің әлі өңделмеген хаттарыңыз тұрады. Шаблоны, спам, себет деген бөлімдері бар. Яғни сіздің жойылған немесе уақытша жойылған құжаттарыңыз спам бөлімде немесе себет бөліміне жіберуіңізге және ол жерден мүлдем жойып тастауыңызға болады. Және айтатын жайт,
себет буманың астында новая папка деген тұр. Бұл новая папка арқылы мысалға Зейнеп деп папка ашайын, добавить папку. Байқасаңыздар, жаңадан бізге Зейнеп деген бума қосылды. Міне тұр. Яғни өздеріңізге құжаттарыңыз сақтауға әртүрлі бумалар ашып қоюыңызға болады. Оқушылар, бүгін осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңдар.